Тұрар Рысқұлов атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Бапиева Раушан. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ерлан Жүністің тәуелсіздік өлеңінің көркемдік ерекшелігі. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты әдеби шығармадағы көркем ауыстыруларды, троптарды, яғни метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнауды анықтау. Алып қорғанның құлағанын көрдім, небары 6 жасымда. Алып тұлғалар жылағанын көрдім, бастарын сүйеп ғасырға. Алып таулардың шайқалғанын көрдім, 6 жасымда соны ұқтым. Алып сөздерді айталғанын көрдім, ат төбелеңдей халықтың. Алып кітаптар торыққанын көрдім, сол сәтте-ақ одан безінгем. Алып ойлардан қорыққанын көрдім, ең бір нәзік сезімнен. Алып сағаттар тоқтағанын көрдім, өлшеңді уақыт жаңадан. Алып жүректер ақталарын көрдім, 6 жасар баладан. Алып құрлықтар теңселгенін көрдім, темір бұғаулар тозғасын. Алып заңдардың кемсеңдеуін көрдім, империяның көз жасын. Алып мұхиттар толқығанын көрдім, бір тамшы суға байланып, алып тәждердің балқығанын көрдім, ел таңбаларға айналып. Алып мүсіндері қирағанын көрдім, сұлаған жаудай жебеден. Алып саналар жиналарын көрдім, тұрғызу үшін жаңа әлем. Құрыштардың да шірігенін көрдім, сен боса болады, тас екіл. Темір шымылдық түрлерін көрдім, сахнаға шықты жас өмір. 6 жасымда жылаған жоқпын, сұраған жоқпын анамнан. Сол күні жаңа әнұран айтып оралған, сол түні неге ұйықтамай маған бір аңыз айтып шыққанын, ол жайлы күннен жаралған, түсінбесем де тыңдаймын. Онсыз да оны жесірлік салған, жасытқан еді мұң қайғы. Көзінің жасы сөйлеген түнді ұқпасам да аңыз ұнаған, жаралған күннен ол жайлы. Дегенде шығар бодандық жайлы, білмесін сен түсін дәуір, сонау бір қанды жыл кешір. Тарихтан дәріс оқитын менің анашым орта мектепте. Олына бірақ айтпапты сен құлдықпен түрме біргесін. Ерлікті айтқан үйретпеді ол ездікті, ұстатқан қалам, ұстатпады ол кездікті. Құлыным сенің тарихың басқа деген тек, ол бәлкім менен сөз күтті. Ал бүгін енді тарихты өзім білемін. Жолдарды сезем жонарқан менен, 1000 жылдар өткен ұл елім. Ұлылық жайлы ойлайт басқа, жап-жас шақ, ұлы қорғандардың күйреуін көрген жүрегім. 6 жасында ақырын көрген алыптың. Тәуелсіздік ше, ол менің тегім. Ұлдарыма оны дарыттым. Тәуелсіздік мен, ол менің асқақ аңызым. Болмысы ол ұлдың өзіңнен туған жарық күн. Сабағымызды бастамас бұрын балалар, өткен тақырыпқа шолу жасалып алайық. Ол үшін ыстық орындық әдісі арқылы Ерлан Жүніс туралы не білесіңдер? Тәуелсіздік дегенді қалай түсінесіңдер? Ақын өлеңі қандай оқиға желісі бойынша жазылған? Алып қорғанның құлағанын көрдім, алып тұлғалардың жылағанын көрдім, алып таулардың шайқалғанын көрдім деген жолдар арқылы ақын қандай оқиғаны меңзеп тұр? 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі бойынша не айтып бере аласыңдар? Міне, осы ыстық орындық әдісі арқылы өткен тақырыпқа шолу жасайық. Бүгінгі сабағымыздың бағалау критерийі шығармадағы көркем ауыстыруларды, троптарды, метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнауды анықтайсыңдар. Бағалау критериймен таныс болсаңдар, балалар, алтын микрофон әдісі арқылы мына сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Ақын неліктен 6 жасар бала, 6 жасымда деген сөздерді қайталап қолданды? Автордың 6 жасында Қазақстан өмірінде қандай тарихи оқиғалар болуы мүмкін?
Темір шымылдық түрлерін көрдім, сахнаға шықты жас өмір деген өлең жолдарын қалай түсінеміз? Міне, осы сұрақтар төңірегінде өздеріңнің ойларыңды білдірсеңдер. Алтын микрофон әдісі арқылы сұрақтарға жауап беріп болсаңдар, балық қаңқасы арқылы поэма мазмұны бойынша қорытынды жасаңдар. Яғни басына тақырыбы, үстіңгі жағына себептерін, астыңғы жағына мысалдарын және соңына қорытындысын жасайсыңдар. Бұл тапсырма бойынша сендерге берілген дескриптор, қорытынды жасайсыңдар, мысалдар келтіресіңдер, өз ойларыңды білдіресіңдер. Сабағымызды қорытындылай келе, балалар, сендерге тәуелсіздік, кіп-кішкентай, тарих, халық сөздерін бергелі отырмын. Осы сөздерді байланыстырып, өлең мазмұнынан алған әсерлеріңді сипаттап жазыңдар. Бүгінгі сабағымызға кері байланыс берсеңіздер, яғни ойды аяқта. Бүгін мен білдім, қиындық тудырды, мен үйрендім, қолымнан келді. Міне осы сұрақтар аясында кері байланыс берсеңіздер. Сабағымыздың соңында үйге тапсырма жазып алыңыздар, шығарма желісі бойынша авторға хат жазып келесіздер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.